Мына видео Адилхонның фанаттарына арналады. Сендердің кумирларыңа не үшін шапалақ бергенін түсіндіріп беремін қазір. Мынау келесі көрсететін записьтарым, скриндарым, қазір телефонды 10 минут шұқылап отырып тауып алған нәрселерім. Егер мен 3-4 сағат шұқылайтын болсам, оскорбление, 1,5 жылда жасаған оскорблениесі мынадан. Мен оскорблять еткеннен басқа ештеңе істемеген ол. Мынау біріншісі, мен суретімді репост жасап сторисына подписчиктеріне ЛГБТ флагын қалдырып кетіңдер деп призыв жасаған. Олар маған ЛГБТ флагын қалдырған, гей деп жазған, транс, леди, бой, неше түрлі бәлен жазып тастаған ғой. Мынау екіншісі. Bu sefer bu pozada emas, qaysi pozaga tayyorlaning? Қандай позада ұрайын дейді. Поза осында гейскийдің айналасында оскорблениесінің бәрі. Еркек адам шыдамайды ондай оскорблениеге. Үшіншісі мынау. Ani boshingga tepib, izdivasiya qilgan odam bilan Сенің басыңнан итеріп, теуіп, издеваться еткем деп тұр ғой. Қазір тапқаным мен. Қанша 1,5 жыл бойы қаншама нәрсе айтты. Мен соны жұтып жүрдім. Қойшы, ладно, қойшы. Көрдім ғой мен бұны қанша рет турнирда еще. Көрдім, барған жоқпын бірақ. Қойшы, жүре берсінші, ладно. Осы жолы өзі кеп тұр ғой маған. Өзі келіп, издеваться етіп тұр ғой. Мен қаншама оскорбление жасадым саған. Не істеп аласың маған? Мен смело мен сен алдыңда тұрмын міне деп. Қалай шапалақ бермейсің бұған, айтшы? Бір шапалақ аз бұған. Трэш-токты өйтіп жасауға болмайды. Наличность переходить етуге болмайды. Гей, транс, еркекті өйтіп оскорблять етуге болмайды. Естеріңе сақтап алыңдар. Мынаның ошибкасы. Наличность переходить. Енді қазір истерика жасап отыр. Бірақ шапалаққа бола. Енді ананың сөзін сөйлеп атқандар, анаған айтыңдар, не үшін шапалақ алғанын түсіндіріңдер. Түсіндіріп айтыңдар, бұлай істеуге болмайды. Оскорблять етуге болмайды адамды. Қатты кетіп қалғансың. Сәл жерге түс деп айтыңдар оған.